Баршаңызға сәлем. Бүгін штрудель тамағын дайындаймыз. Ол үшін біз салқын су, тұз, ұн араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Оған дейін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Мен өте қуанышты боламын. Өйстіп қамырымызды илеп аламыз. Дайын қамырымызды пакетке орап, 15 минутқа қойып қоямыз. Енді жеміс-жидекке кірісеміз. Пияз, картоп, сәбіз, помидор, болгар бұрышын аршып тазалап аламыз. Етімізді жуып, тазалап, кесіп, дайындап қоямыз. Етіміз дайын болғаннан кейін пиязымызға көшеміз. Пиязымызды турап аламыз. Осылай видеодағыдай турап аламыз. Помидор турап аламыз, қызанағымызды, сәбіз турап аламыз. Болгар бұрышы болса, болгар бұрышын турап аламыз. Және оттымызды жағып, сковородкаға май құйып, жуамызды қуырып аламыз. Жуамызды қуырып, араластырып, жақсылап қуырып аламыз қатты отта. Және оған етімізді саламыз. Етімізді араластырып, қатты отта қуырып аламыз 5-6 минут. Және қызанақ түседі, томат пастасы болса болады. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, лавр жапырағын қосып, тағы да қатты отта қуырып аламыз. Бұның бәрі 7-8 минут қатты отта қуырылады. Одан соң сәбіз барады. Сәбізді апарамыз, туралған, және оны да қуырып аламыз. Артынан болгар бұрышын апарамыз. Болгар бұрышында қатты отта қуырып аламыз. Және су құямыз. Бетін жабамыз. Газымыз қайнайды. Газымыз қатты отта тұр. Оны басып қоямыз. 1 сағат көлемінде қайнап тұрады. 1 сағаттан соң суымыз тартылады. Қайтадан су құямыз. Қамырына кірісеміз. Қамырын жайып, жұқалап, май жағып, жуасын ішіне салып, орап, турап, бөлшектерге бөліп, дайындап аламыз. Картопымызды турап аламыз. Картопымызды қайнап жатқан тамағымызға саламыз, араластырамыз. Тұзын көреміз. Тұзы кем болса тұз саламыз. Және жаңағы дайындалған қамырымызды бетіне осылай салып шығамыз. Видеодағыдай су аз болса су құямыз. Бетін жауып, қатты отта қайнатып аламыз. Қайнаған соң сәл отты бәсеңдетеміз, тұзын көреміз. Бетін жабамыз да 20-30 минутта қайнатып аламыз. Осылай тексереміз. Пісті бізде. Ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.